Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге өте керемет печеньелардың рецебімен бөлісетін боламын. Шоколадқа малынған өте әдемі, керемет дәм береді. Жасалуы оңай, өте керемет печеньелар. Бізге керекті ингредиенттер мына жерде: ұн, шекер, сұйық май, сары май, жұмыртқа, кукурузный крахмал және де қопсытқыш. Бірінші кезекте шекерімізді саламыз да жұмыртқамызды салып, мен 2 жұмыртқа салдым. Бір жұмыртқа салған едім, ұным жоғары сорт болғандықтан қаттылау болды. Сол себепте 2 жұмыртқаны саламыз да жақсылап шекеріміз ерігенше араластырып аламыз. Шекеріміз ерігеннен соң сұйық майымызды құйып, сары майымызды да саламыз. Барлығының грамын видеоның астына описанияға қалдырып кететін боламын. Осылайша жақсылап ерітіп аламыз да араластырып болғаннан соң кукурузный крахмалымызды да саламыз. Енді кезекте қопсытқышымызды да саламыз. Менде 1 шай қасық қопсытқыш. Осылайша жақсылап ерітіп араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, осылайша 2-3 бөліп, елеп аламыз. Үшінші мәрте елеп, осылайша жақсылап елеп алғаннан соң көп елеудің қажет етпейді. Осылай бір келкі қамыр болып шығады. Осыны енді бөліктерге бөлеміз. Осылайша құрт тәрізді етіп, бірінші домалақ етіп аламыз. Барлығын бір шетке домалақтатып аламыз. Міне осылайша етіп барлығын домалақтатып алғаннан соң, жаңағы столымыздың үстіне әрі-бері 3 саусақтың көмегіменен аунатып аламыз да, осылайша ұзыншақ тәріздес етіп аламыз барлығын. Тапамызға пергамент қағазын төсеп, осылайша кезек-кезек теріп шығамыз. Барлығын осылайша етіп, ұзыншақ тәріздес етіп, саусақтарымыздың көмегімен жасап теріп шығамыз бірте-бірте, кезек-кезек. Барлығын жасап болғаннан соң, осылайша шанышқының көмегімен үстінен басып форма етіп шығарамыз осылайша. Екінші кезекте арғы бетінен басамыз. 2 жақтан басқан кезде әдемі пішіндес болады. Жалпақ әдемі пішін болып шығады. Осылайша жасап шығамыз барлығын. Формасын шығарып алған печеньеларымызды қызып тұрған пешкаға 180 градуста пісіріп аламыз. Менің печеньеларым пісіп шықты. Суытып алғаннан соң, осылай Қазақстан шоколадын кондитер пакетіне салып, үстінен ыстық су құйып, ерітіп алған едім. Сол еріген шоколадтардың ішіне жаңағы печеньеларымызды малып салып алып шығамыз, бір шетін батырып. Осылайша бір шетінен теріп шығамыз ыдысымызға. Суыған соң, печеньелар суығаннан соң, одан кейін барып шоколадқа батыру қажет. Осылайша батырып аламыз да мұздатқышқа 10-15 минутқа қоямыз.
Сол кезде шоколады қатып әдемі болып шығады. Mine dostlar, benim pichonilarim osılay болып шықты. Өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.